Ассалаумағалейкум. Білімнің қайнар көзі кітапты құрметтеуге жиналған көпшілік қауым. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапханасының 20 жылдық мерейтойына орай биыл 3-ші рет өткелі отырған Кітаптайым 2024 3-ші республикалық фестиваліне қош келдіңіздер. Бұл жолға кітап фестивалінің жөні бөлек. Биыл кітап сүйер қауымның сүйікті мекеніне айналған Елордадағы руханият ошағы ұлттық академиялық кітапханасының құрылғанына 20 жыл толып отыр. Кітапхана 2004 жылы 23 сәуірде үкіметтің нөмірі 461 қаулысымен құрылып, содан бері мәдениет пен білім, әдебиет пен кітап іздеген жұртшылыққа қалтқысыз қызмет етіп келеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұлттық құрылтайдың отырысында елдің ертеңі мен келешегі үшін кітап оқу мен кітап басып шығару ісінің маңыздылығына тоқталып еді. Кітап оқитын ел ғана зиялы ұлтқа айналатынын баса айтқан болатын. Кітап көкжиегін кеңітуге бағытталған келелі шараның шымылдығын ашып беру үшін алғашқы сөз Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі архив, құжаттама және кітап ісі комитетінің төрағасы Рустам Алиге беріледі. Қайырлы таң, құрметті шараға жиналған қауым, құрметті жастар. Ауа райы керемет, Алланың нұры жауып тұр. Мерекелеріңіз құтты болсын, 20 жылдық құтты болсын. Рұқсат етсеңіздер, мен Сенат төрағасы Мәулен Ашымбаевтың құттықтау хатын оқып берейін. Құрметті Ғазиза Құдайбергенқызы, қадірлі кітапхана ұжымы, сіздерді Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапхананың 20 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев кітапхана саласының дамуына айрықша көңіл бөліп, бұл бағытта ауқымды жұмыстар атқарылып жатқаны белгілі. Сонымен қатар, мемлекет басшысы кітап оқу мәдениетін қоғамда барынша орнықтыру туралы тапсырма бергені баршаға мәлім. Осыған байланысты сіздің ұжымыңыз маңызды міндеттерді атқарып, қажетті бастамаларды жүйелі қолға алып отырғанына куәміз. Соның бір дәлелі осымен 3-ші мәрте өткізіліп отырған Кітаптайым республикалық кітап фестивалі екені сөзсіз. Осындай жаңа форматтағы шаралар жалпы оқырманның, оның ішінде жастарымыздың кітапқа деген қызығушылығын арттыруға оң ықпалын тигізетіні анық. Ұлтымыздың айтулы тұлғасы Әбіш Кекілбайұлының адамды адам еткен кітап, адамзатты еткен кітапхана деген тағылымды сөзі бар. Расында адам капиталын дамытуда кітапхананың және оның берекелі ошағы кітапхананың алатын орны айрықша. Осындай маңызды миссияны жүзеге асырып келе жатқан ұжымыңызды мерейтоймен тағы бір мәрте құттықтай отырып, деніңізге саулық, қызметтеріңізге табыс тілеймін. Ұлттық академиялық кітапхананың әрдайым оқырманы көп, мерейі үстем болсын. Ізгі ниетпен Мәулен Ашымбаев. Келесі құттықтау біздің ақпарат және Мәдениет және ақпарат министрлігінен атынан құрметті Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының ұжымы. Сіздерді және оқырмандарды кітапхананың 20 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келген Кітаптайым 3-ші жалпы республикалық кітап фестивалінің ашылуымен шын жүректен құттықтаймыз. Елордадағы бірегей рухани қара шаңырақ ұлттық академиялық кітапхана абыройы халықаралық деңгейде жылдан жылға артып келеді. Ақпараттық брендке айналған Қазақстандық ұлттық электрондық кітапханасының үйлестірушісі Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы заманауи рухани даму мен ақпараттық кеңістіктегі өз орнын мойындатып, жыл сайын дамытып отырған қазыналы орда. Ұлттық әдебиет пен мәдениетті қолдайтын іс-шараға сәттілік тілеймін. Министрдің міндетін атқарушы Искаков. Ендеше келесі сөз кезегі Қазақстан Республикасының Жазушылар одағының Астана қалалық филиалының директоры Ақын Дәулеткерей Кәпұлына беріледі. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Армысыздар қадірлі мәртебелі оқырмандар, мереке құтты болсын. Астананың қоңыр күзі, біздің Астанадағы руханияттың қара шаңырағы биыл 20 жылдығы болып жатқан біздің Талғат Ешенұлы деген ақын досымыз айтады, жүрегі бар жалғыз үй деген. Ақындарды, қаламгерлерді күліп қарсы алып, құшақтап төріне шығарып, әрдайым оқырмандармен жарқын жүздестіріп тұратын
ұлттық академиялық кітапхананың 20 жылдығына ұжымына басшысы Ғазиза Құдайбергенқызына оқырмандардың атынан, әсіресе қаламгерлердің атынан алғысымызды білдіреміз. Жасай беріңіздер, кітап қорларыңыз көбейе берсін. Енді Астанадағы нағыз заманауи жабдықталған электронды кітап қоры жылдан жылға артып келе жатқан кітапханаға қаламгерлердің тілеуі әрдайым сіздердің қазақ оқырмандарын мемлекетіміздің болашағына бағдар сілтеп тұратын, бағдар шам ретінде қарайтындығын қаламгерлердің шын жүректен әрдайым осы сіздермен жүрегі бір, тілегі бір екендігін жеткізгім келеді. Мынау тамаша жауып тұрған жаңбырда, Астананың күзінде бір кітапхананың мерекесімен сәйкес келген қазір жалпы республикалық барлық жерлерде, өңірлерде өтіп жатқан кітаптайым, жалпы ұлттық кітап оқу мерекесі жасай берсін. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Осындай ауа райының әдемі сәтіне қарамастан жиналып тұрған барша оқырмандарға алғысым жеткізгім келеді. Қазақ баласы кітап оқысын, мемлекетіміз білімді болсын. Рахмет. Тойларыңыз құтты болсын. Келесі сөз Қырғыз Республикасының Қазақстандағы елшісі Дастан Дюшекеев мырзаға және Сербия Республикасының Қазақстандағы елшісі Владимир Йовичичке құрметпен беріледі. Саламатсыздар вы. Хочу отметить, что это знаковое событие. В начале мероприятия пошел дождь. Дождь, книги связаны с мудростью, дождь с благом. Поэтому говорят, дождь идет, земля твердеет. Говорят, что дождь очищает судьбу, надо прогуливаться под дождем. Вот. И говорят еще, во время дождя надо молиться. Особенно для молодежи это очень полезно, эту информацию знаете. Надо говорить, когда дождь идет, пусть этот дождь принесет нам благо. Поэтому поздравляю всех. Так, позвольте теперь, уважаемая Газиза Кудайбергеновна, уважаемые гости, участники сегодняшнего 3-го общереспубликанского книжного фестиваля Китап Тайм 2024. Нас очень радует нынешнее стремительное развитие книгоиздания в дружественном Казахстане. Народ Казахстана все больше укрепляет свой статус самой читающей нации Центральной Азии. Это статистика, мы были удивлены. Желаю, чтобы больше становилось читающих людей. И образованность населения способствует дальнейшему росту экономики и благосостояния, покупательской способности жителей, что также стимулирует дальнейший спрос на книжное издание. Весьма примечательно, что нынешний книжный фестиваль совпал с 20-летием образования Национальной академической библиотеки, богатейший фонд, изысканная архитектура, должное обслуживание учреждения и увеличивающийся поток читателей дает нам право назвать его храмом знаний. Испытываем огромную честь присутствием уголка кыргызской литературы в зале иностранной литературы. Радует, что список представленных уголков иностранной литературы продолжает расширяться. Пользуясь случаем, хотел бы вновь выразить слова искренней благодарности Газизе Кудайбергеновне и всему коллективу библиотеки. Также хочу сказать, что в этом году был у нас визит и проходил здесь форум аксакалов и творческой интеллигенции в этой библиотеке. Поэтому выражаю благодарность за сотрудничество. Также хочу отметить, что сегодня ожидается заключение меморандума о сотрудничестве между библиотекой и флагманом гражданской авиации Air Astana по представлению национального аудиоконтента для прослушивания во время полета в самолете. Это очень радует. Я часто стараюсь именно в самолете что-то смотреть, слушать, когда летаю через Air Astana. Сегодня такое хорошая, скажем так, новость, что будет еще и книги. Да? Поздравляю всех, спасибо большое. Дорогие коллеги, господа и друзья, кажется, что несмотря на факт, что Сербия и Казахстан географически удаленные страны, у нас всех существует одна и та же сличная позиция, а это что дождь значит благость и дождь значит богатство. Кроме того, что в нашей стране географически удаленные, между нами существует и много совместных точек, слободарский дух, готовность к укреплению нашей культуры, нашего идентитета. И кроме того, нет ничего лучшего, чем укрепление литературного сотрудничества и творчества. Я особо хочу поблагодарить вашу библиотеку
за возможность поздравить, поприветствовать всех по этом, значит, третьем республиканском сборе Kitab Time 24 и пожелать вам всего хорошего и много похожих юбилеев на ваше 20-летие. Тоже хочу сказать, что наши библиотеки будут в этом году подписывать протоколы сотрудничества и надеемся, что это будет, значит, и еще более интенсивное сотрудничество и связи между Казахстаном и между Сербией. И можно, чтобы, значит, и наши не только библиотеки, учреждения, но и наши писатели и наши народы больше узнали, лучше узнали друг друга. Келесі кезекте Буклав KZ кітап клубының ұйымдастырушысы Ким Виолетта және жазушы медиа маман Марғұлан Аханға сөз кезегін ұсынамыз. В Астане уже 6 лет, и за эти 6 лет могу сказать, что с каждым годом количество книголюбов растет, и это, несомненно, меня радует. И даже вот многие выступающие до меня отметили дождь, я тоже не пройду мимо. Я думаю, что вот такой ливень даже не мешает, да, присутствию на этом мероприятии, и это говорит об интересе к книгам, о том, что действительно есть такой интерес у наших людей. И также хочется отметить, что как раз-таки миссией нашего книжного клуба является то, чтобы каждый человек в нашей стране полюбил чтение. И хочу также, воспользоваться моментом, пригласить всех в наш книжный клуб. В нем могут принять участие любые люди, любой человек. И таким образом мы мотивируем людей к чтению, чтобы вот наше количество росло. И вот как раз-таки такие мероприятия, как это, вот общий республиканский книжный фестиваль, вот здесь, в этой шикарной библиотеке, такие мероприятия как раз-таки и способствуют вот, популяризации чтения, повышению интереса. Такие мероприятия очень расширяют наш кругозор. Мы знакомимся здесь с разными интересными людьми, и это очень круто. Так что приходите на такие мероприятия, приходите к нам в книжный клуб, зовите сюда своих коллег, родственников, друзей, знакомых. И также желаю вам отлично провести здесь время в этой шикарной библиотеке, как уже отметила, и в кругу единомышленников. Спасибо всем, что пришли. Қазір осында Google-дың заманынан қалған, Google-дың алдындағы кітапты оққан, ерте заманнан қалған, содан кейін қазір жасанды интеллектті пайдаланатын 3 түрлі ұрпақ тұр. Бірақ 3 түрлі ұрпаққа тән бір-ақ нәрсе бар, өлмейтін, ескермейтін, жаңара беретін, сақталатын. Ол осы кітап. Сондықтан кітап оқымайтын буын жоқ, жастар кітап оқымайды, кітап деген осындай деген нәрсені айта беру меніңше дұрыс емес. Бірақ нәрсе айтқым келеді, керісінше оқитын оқырманға кітап жазыла берсін, автор көбейе берсін, төл тілімізде 9 таңбалы қазақ тілімізде жазылған кітаптардың қатары сөрелерден көбейе берсін. Екіншіден, бүгінгі фестивальға қош келдіңіздер. Кітапхананың 20 жылдығы құтты болсын. Баршаңызға рахмет. Бүгін Кітап Тайм 2024 аясында жолаушылар мен саяхатшылар үшін өте пайдалы жаңалықтарды жеткізгелі отырмыз. Ол қандай жаңалық деп ойлайсыздар? Әрине, Лаура ханым көпшілікпен бөліскенді жөн көріп отырмыз. Қалай ойлайсыз? Әрине, қуанышты бөлістен көбейеді. Бүгінгі тіпті мына жауынның өзін әдемі дүниеге біз жорып тұрмыз. Дәл осы сәтте ұлттық әдебиетіміз бен өнерімізді насихаттауды мақсат ететін кітапханамыздың тағы бір ауқымды жобасы басталатын сәт. Бұл халықтың оқу мәдениетін одан әрі қалыптастыруда. Ел президентінің кітап оқырманға қол жетімді болуы керек деген сөзінің негізінде Эйр Астана әуе компаниясымен бірлесіп жүзеге асырылатын рухани мәдени бағытта жалғасатын ынтымақтастық жобасы. Бұл жоба жолаушылардың сапар барысында қазақ ауыз әдебиетінің бай мұрасымен сусындап, тағылымын алуын көздейді. Ендігі әуедегі әрбір жолаушы қазақтың дәстүрлі ән күйлерін, батырлар жырын, сонымен қатар қазақ әдебиетінің аудио нұсқаларын ұшақ бортындағы медиа құрылғы арқылы тыңдап, оқи алады. Қайырлы таң, құрметті ханымдар мен мырзалар. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я очень рада сегодня присутствовать на этом прекрасном мероприятии по приглашению организаторов и представить Эйр Астану. Замечательное мероприятие, потому что оно собирает
как раз таких людей, которые очень ценят и любят культуру и искусство слова. И культура чтения, и культура передачи знаний, она крайне важна. И поэтому мы, как авиакомпания, мы очень рады, что мы можем поучаствовать в этом важном деле. И благодаря нашему сотрудничеству, которое мы начинаем с Национальной академической библиотекой, в ближайшее время у нас на бортах наша медиатека пополнится и будут размещены различные аудиокниги, кьюи, подкасты, которые помогут нашим пассажирам не только качественно наслаждаться, да, и иметь качественный контент на борту, но и также познакомят и еще больше погрузят пассажиров в культуру и традиции нашей страны. Поэтому это замечательный момент. Я очень рада сегодня быть здесь. И я желаю дальнейших успехов, процветания, развития нашей Национальной академической библиотеки и в целом повышения уровня образованности наших жителей. Спасибо большое. Желаю успехов и процветания. Спасибо. Біз осы жобаның аясында бір жылға жуық жұмыс істедік. Интеллектуалды құқық, авторлық құқық деген болады. Сондықтан еліміздегі ең үлкен әуекомпания Эйр Астананың медиа құрылғысында осы біздің батырлар жыры, күй, аудиокітаптар, ертегілер неге қоймасқа деген бір ой келген кезде, идея келген кезде бізді Эйр Астана қолдады. Бұл және бүгінгі осы контентпен тоқтап қалмайды, олар қарай категория түріде барлығы көбейеді деп ойлаймын. Меморандумда қол қою ішке ауыстырылды. Сіздерге көп рахмет. Бүгін шаралардың, кездесулердің барлығы негізі іште өтеді. Қайтып кетпеңіздер, кешке дейін жаңбыр басылады. Қолдауларыңызға мың алғыс. Добрый день, меня зовут Елена Обухова, я являюсь вице-президентом авиакомпании «Эйр Астана» по бортовому обслуживанию. И я очень рада находиться сегодня на этом прекрасном мероприятии, на третьем общереспубликанском книжном форуме, потому что культура передачи знаний, культура образования, искусство слова – это является крайне важным. И мы, как авиакомпания, очень рады, что мы можем принять участие в таком важном деле. И благодаря нашему сотрудничеству с Национальной библиотекой, с Национальной академической библиотекой, наш бортовой контент, наша медиатека пополнится такими различными аудиокнигами, национальными песнями, кьюями, которые позволят пассажирам не только качественно проводить время на борту, но и также еще больше познакомят наших пассажиров с традициями и культурой нашей страны. Я еще раз благодарю организаторов за такое чудесное событие и желаю только творческих успехов и процветания.
аты берген болу керек. Бірінші айтқанда қай жақта туған? өз қожаңыз мұқтар емес ұмытпадыңыз абайды жақын тұрады үйленген бөлмесіне бардым. Мен осындай балаларға, мен 9 жастамын. Көршінің баласы 9 жаста. Ол магазинге барып, дүкеннен жаңа сүтін алып, өзі тасып жүрсін. Шамам келгенше осы тақырыптарды талқылауға тырыстым. Өзіміз баланы жетілдіру мәселесінде съезд жасаған кезімізде жұбайымызбен бірге. Сондай мәселелерді көріп, Ақшаның педагогикасындағы бесік туралы кейбір критикалық ойлар бар. Сол ойлардың өзін тоқталмаған.
сатиралық жағында да әдемі өзінің өлеңдерін арнап жүрген жан. Мен тағы кезі